Қазақ жастары неге көп ажырасады? Бұл сұрақ бүгінгі қоғамның ең үлкен дертіне айналды. Әр 3 некенің бірі ажырасумен аяқталып жатыр деген ресми статистиканы көріп шошисың. Ал шындық бұдан да ауыр. Неге біз осынша аз уақытта бір-бірімізді көтере алмаймыз? Неге біз ата-бабамыз сияқты шаңырақты шайқалтпай сақтап қала алмаймыз? Өйткені біздің сана өзгерді. Өйткені біз сабырды ұмыттық. Өйткені біз шыдамды жоғалттық. Біріншіден, жастардың көбі некеге жеңіл қарайды. Үйлену, той, шоу, қыз ұзату, сән, салтанат. Бірақ соның артында тұрған жауапкершілікті ойлайтындар аз. Қазақта отау құрған орда тіккен дейді. Отау құру жай ғана қағазға қол қою емес, ол аманат. Ал біз аманатты ұмыттық. Біз қазір тойда миллиондап жасаймыз, бірақ 2 аптадан кейін ұрыс керіс басталады. Себебі жастар өмірдің қиын болатынын ойламаған. Олар тек әдемі көйлек, қымбат мейрамхана, сәнді фотосессияны ойлайды, бірақ некенің мәні ол емес. Екіншіден, қазір жастардың көбі әлеуметтік желінің құрбаны. Instagram, TikTok, YouTube бәрі де адамға жалған өмірді көрсетеді. Қыз күйеуіне қарап, ана қыздың күйеуі гүл сыйлады, сен неге сыйламайсың дейді. Күйеуі әйеліне қарап, ана блогердің әйелі үйінде әдемі жүр, сен неге сондай емессің дейді. Салыстыру басталады. Салыстыру бітпейді. Салыстыру шаңырақты шайқалтады. Өйткені әр отбасының тағдыры бөлек. Біреуде байлық бар, біреуде жоқ. Біреуде денсаулық бар, біреуде жоқ. Біреудің жолы ашық, біреудің жолы ауыр. Осының бәрін түсінбей, менің өмірім неге сондай емес деп салыстыра берген соң, жастар ақыры ажырасуға барады. Үшіншіден, жастардың көбі шыдамсыз. Қазақта сабыр төбі сары алтын деген сөз бар. Бұрынғы ата-әжелеріміз бір-бірін ұнатпаса да ажыраспады. Өйткені сабыр қылды. Өйткені олар үшін шаңырақ қасиетті. Бүгінгі жастарда сол қасиет жоқ. Аздап ұрысты ма, ажырасайық дейді. Бір сөзге келмей қалды ма, бітті, сен мені түсінбейсің дейді. Бұл әділетсіздік, бұл рухани жарымжандық. Төртіншіден, жастардың көбі жауапкершілікті сезінбейді. Ер адам әйелін асырау керек, әйел ерін сыйлау керек. Ал бізде қалай? Еркек ойлайды, әйелім де жұмыс істесін, ақша тапсын, бәрін бірге істейік дейді. Әйелі ойлайды, мен де еркінмін, сенен кем емеспін, сен маған бастық емессің дейді. Содан соң отбасы ішінде билік үшін соғыс басталады. Отбасы соғыс алаңы емес, отбасы тыныштық ордасы. Бірақ қазір көп отбасы майданға айналып кетті. Бесіншіден, ата-ана тәрбиесінің де үлесі бар. Қазір көп ата-ана баласына отбасын құрудың не екенін түсіндірмейді. Оқы, жұмыс істе, ақша тап дейді. Бірақ әйеліңді сыйла, күйеуіңді құрметте деп үйретпейді. Біз балаға ақша табуды үйретеміз, бірақ адам болуды үйретпейміз. Нәтижесінде бала ақшасы бар, бірақ ақылы жоқ болып шығады. Ақылы жоқ жерде отбасы ұзаққа бармайды. Алтыншыдан, діннен алыстадық. Дін отбасының тірегі. Дінде ер мен әйелдің орны анық жазылған. Ер шаңырақтың иесі, әйел шаңырақтың берекесі. Ал біз дінді ұмыттық. Біз ер мен әйелдің орнын ауыстырып алдық. Содан береке қашты. Құранда Алла айтады, біз сендерді жұп-жұп қылып жараттық. Бұл ер мен әйелдің бір-бірін толықтыру үшін жаратылған деген сөз. Бірақ қазір жастар бір-бірін толықтырудың орнына бір-бірімен жарысады. Жетіншіден, жастардың көбі тойған жоқ. Жоқшылық көрмеген, бәрі дайын, бәрі бар. Түбі тойған бала ештеңенің қадірін білмейді. Әйел байдың үйінен шықса, күйеуіне сен маған бәрін бере алмайсың дейді. Ер жігіт ерке өскен болса, әйеліне сен менің жағдайымды жасамайсың дейді. Осылайша әке-шешенің әлпештеген баласы үйленген соң өмірдің шындығына шыдамайды. Сегізіншіден, бізде ар намыс деген ұғым әлсіреп барады. Қазақтың қыздары арын ең биікке қойған, қазақтың жігіттері намысты бәрін жоғары қойған. Ал бүгінгі ұрпақ арды да, намысты да ойыншыққа айналдырды. Қыздар ертең ажырасып кетемін деп ойламай тұрмысқа шығады. Жігіттер болмаса басқа қыз табамын деп ойлап үйленеді. Мұндай некенің ұзаққа бармайтыны анық. Тоғызыншыдан, мемлекет пен қоғамда бұл мәселеге селқос қарайды. Мектептерде отбасы құндылықтары деген пән жоқ. Теледидарда не көрсетіліп жатыр? Ажырасу, зина, арсыздық. Бала соны көреді, сосын өскенде соны қайталайды. 10-шыдан, ең басты себеп Алланы ұмытқандық. Өйткені шаңырақта ұстап тұрған ақша емес, сұлулық емес, атақ емес. Шаңырақта ұстап тұрған Алланың берекесі.
Егер біз Алланың жолымен жүрмесек, біздің некемізде береке болмайды. Береке болмаса, ажырасу болады. Қазақ жастары неге көп ажырасады деген сұрақтың жауабы осылар. Біз шыдамсызбыз, жауапкершіліксізбіз, дінсізбіз, намыссызбыз. Бірақ бұл түбегейлі үкім емес. Біз өзгеруімізге болады. Біз өзімізді түзесек, отбасымызды да түзейміз. Қазақта әйелді тәрбиелеген, ұлтты тәрбиелеген деген. Біз әйелді де, ерді де тәрбиелесек, ұлт түзеледі. Қазір әр қазақ ойлануы керек. Менің отбасым сақталсын десем, мен бірінші өзім өзгеруім керек деп. Ер әйелін сыйласын, әйел ерін құрметтесін, қыз арын сақтасын, жігіт намысын қорғасын. Сонда ғана біз ажырасудан құтыламыз. Әйтпесе бүгінгі статистика ертеңгі трагедияға айналады. Қазақ ұлтының іргесі отбасымен қаланған. Егер отбасы құласа, ұлт құлайды. Біз соған жол бермеуіміз керек. Ал сіз жастардың көп ажырасуына не себеп деп ойлайсыз? Өз ойыңызды міндетті түрде пікірге жаза кетіңіз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыз.